қонақтарымыз да өздеріңізбен таныс болсын. Есімдеріңіз кім, қай қаладан келдіңіздер? Атым Бота болады, Алматы қаласынан келдім. Бәрекелді, сіздің Есімім Жазира, Алматы. Бәрекелді. Алматы қаласынан келген сұлу сымбатты ханымдар, Бота Жазира ханымға қошемет болсын. Таныс ханымға өте қуаныштымын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді. Екі команда екі қалада тұрамыз. Ал бесеу болдық па? Бесеу болдық. Енді қазір мен сіздердің ойынның ережесін түсіндіретін боламын. Қымбатты ханымдар, менің бүгінгі ойынымның, кезекті ойынымның аты әуенді тап деп аталады. Қазір мен эстрадалық әндер, лирикалық әндер, қазақ әндері және кинофильмге қойылған әуендер, солардан мультфильмдерге қоятын боламын. Кезек-кезек қайсы команда тапса, сол команда жалғастырып кете береді. Сол көп тапқан команда жеңімпаз болады. Мысалға, қазір мен Бота ханымға бір ән жасасам, бір қатарын ғана айтады да, өшіріп қоямын, ары қарай Бота ханым жалғастырады. Қандай ән болмаса, әннің аты қандай екенін айтады. Егер тапсаңыз, сіз арқаға өтесіз. Екінші кезеңге, одан кейінгі кісіге жалғастырады. Тапқан адамдан кейін сол команданың мүшелері жалғастыра береді, жарай ма? Ал егер сіздер таппай қалсаңыздар, кезек мына жаққа өтіп кетеді. Алау тоба, дайынбыз ба? Тамаша, қандай белсенді қыздар, ал бәрекелді олай болса бастаймыз. Білетін ойлан қойыңыз да, Білмейтіндер қоймады. Ал бастарын олай болса кетті. Бірінші ән. Айтпаймыз. Жоқ, болмайды. Орысша Ақбота Керімбекованың орындауындағы ұстаздың әні болатын. Ал енді біз кезекті мына командаға береміз. Екінші әніміз. Найзағай болып, жарқ ете қалшы, найзағай болып. Бәрекелді алау тобына бір 10 балл арқаға өтеміз. Бәрекелді таптыңыз, келесі тағы да алау тобы жалғастырады. Бәрекелді таптыңыз. Ал сізге кезек келді. Сөзім білейін қайықтай кеуір. Бәрекелді қамбарда таптыңыз. Шәмші Қалдаяқтың қайықта әні. Ал кезек біздің жалын тобына келді. Алау тобы, ол сіз жерден қалды, сіздерге келген. Енді жермеңіздер нағызды болған. Әнді қойыңыздар. Енді қайдан келген? Үйірғаны болады енді сіздерге. Жастық шағым қайда бердің, жүрегімді ежімдеген, жаның қандай жайдар едің, нұри камал каналынай, қандай жақын жанарыңай, сөзім өтпей жасымдадың, қабағыңай қарадым-ай. Қымбатты ханымдар, осы жерде таныстырып
Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы бұл әннің авторы, композиторы осы Гүлзада ханымның ауылдасы, Ешкес ауылының тұрғыны, Ханбибі Есенғара қызы деген апамыз бар, ақын апамыз, біздің оңтүстіктен шыққан. Сол апамыздың сөзіне жазылған әні, сол апамыздың жан жары тұрды. Қайдан таппақ? Дұрыс, иә. Қай сән еді бұл? Алмағаштың арманның қоңыр желі, туа бұл көктерек бөліңдері, туа бұл жұлдыз. Сыйладың сен маған, нұраланың ән саған сәлемін, көгіліңнен танимын. Қандай? Ой, Есбек Шуриктің киносында айтатын Кавказская пленницадағы өлең. Аузына келеді. Қызметтестер хикаясындағы өлең. Онша айта алмаймын, сондықтан мойындаймын. Бәрекелді, иә. Орындайды? Ақан кім? Ақан оның жине орындайды. Кім орындайды? Абайбеге. Жоқ. Дұрыс. Абайбеге. Оны барлық әншілер айта береді, бірақ Абайбеге нағыз айтады. Абайбеге. Иә, Абайбегенің орындау тобы бүгінгі көңілді кешімізді сіздер әдемі жүздеріңізбен, өнерлеріңізбен, тапқырлықтарыңызбен, өздеріңіздің сол ері жарқын жүздеріңізбен одан сайын жарқырайсыздар. Сондықтан мен бүгінгі кеште мына команда жеңді, мына команда жеңді деп жармаймын. Достық жеткізді. Осымен болсын, ал енді сіздерге мен бүгінгі кештен сыйлығым бар, сол сыйлығымды табыстап қояйын. Отырған кісілеріміз бар, ол команданың мүшелері, шығыңыздаршы сіздерге. Жаңағы отырып білмей қалып, отырып қалған кісілерімізде келсін. Бесеуленеді қой, ә? Сіздер біреулеріңіз қайда? Сіздер шаппасаңыздар да, бүгін кешке мен де қатысамын деп шыққанның өзі ерлік. Сондықтан бәрін елеге сіздеремін. Сіздер біздің себебі қонағымызсыздар. Қонаққа деген құрметіміз болсын. Бүгінгі кешкен мінекей Ботақаным бүгінгі кешкен қалғандарыңыз шаштарыңызды тарап жүрсіздер. Бар екен ғой, ә, сізге?
команданың басшыларына жеке берейін. Қалғандарыңызға әдемілеп осы тараппен қарағанда Ақниет шипажайын естеріңізге алып жүріңіздер. Бәрекелді, рахмет сіздерге. Осы тұрыста бір ауыз жылы тілектеріңізді тыңдасақ. Ең бақытты бай, қуатты ел болайық, еліміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәрекелді, тамаша. Алып жатқан емдеріңіз қабыл болсын. Тамаша. Бәріңізге ем болсын. Бәрекелді, тамаша. Алдымен денсаулықтарыңыз мықты болсын, жарқыраған жүздеріңізден күлкі кетпесін. Тамаша. Танысқанымызда қуаныштымыз, бүгінгі кеш өте әдемі өтті. Барлықтарыңызға денсаулық деймін, жақсылықта жүздесейікші. Аман есен келесі жылы январда осылай Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Мен барлығы қыздар айтып жатыр, мен енді қанымға рахмет айтқым келіп тұр. Бізге осындай көңіл керемет, көңіл күйді кеш сыйлағаныңыз үшін сізге алғыс. Сіздің табысыңыз арта берсін, денсаулығыңыз мықты болсын. Творчестволық сізге табыс тілейміз. Айтқаныңыз рахмет. Ана бүгін өте күшті керемет қуанышты не болды. Демалып жатырмыз. Үлкен апалардың жолын берсін бәрімізге, аман болайық. Бәрекелді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аспанымыз ашық болсын, бала шағамыз аман болсын. Аман болайық. Бәрекелді, рахмет, қымбатты ханымдар. Қазақта айтады, жақсы сөз жан жадыратады дейді. Мынау жанымызды жадыратқан жылы сөздеріңізге, жақсы сөздеріңізге мың алғыс. Осы айтқан жақсы сөздеріңіз, жақсы тілектеріңіз өздеріңізге еселеп қайтсын. Аман болыңыздар сіздерде. Келесі жылы қаңтар айында бір-біріңізбен тағы да осы Ақниет шипажайына демалып жүздесуді Аллам баршаңызға нәсіп етсін.